Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермені, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Өткен Наурыз мейрамы сонымен бірге келген өзіміздің жаңа жылымыз құтты болсын. Елімізде футболдан да жаңа маусым басталып кетті. Оны 28 ақпанда Астана аренада Алматылық Қайрат пен Қостанайлық Тобыл командалары арасындағы өткен Қазақстан суперкубогы үшін болған матч ашып еді. Маусым ашар матч өте тартысты өтті. Матчтағы есепті 6-шы минутта қостанайлықтар ашқан болатын. Дегенмен алматылықтар бірінші таймның өзінде 2 гол салып, есепте алға шығады. Ал ойын аяқталар тұста Тобыл сапындағы Асқат Тағыберген айып добын шебер орындап, ойынды құтқарып кетеді. Пенальтилер сериясына ұласқан бұл матчта қостанайлықтардың бағы жанды. Тобыл 2026 жылғы суперкубок иегері, құттықтаймыз. Енді біріншілік ойындарына келетін болсақ, бірінші тур ойындарының нәтижелері назарларыңызға ұсынылуда. Ерекше атап өтетін кездесу бұл Ақтөбе мен Тобыл арасындағы кездесу деп ойлаймыз. Бұл кездесуде ақтөбеліктердің бағы жанды. Ақтөбемен қатар елордалық Астана командасы да ірі есепке қол жеткізді. Астана командасының бірінші турдағы қарсыласы Талдықорғандық Жетісу болған еді. Дегенмен Талдықорғандықтар да бір гол сала білді. Енді назарларыңызда екінші тур ойындарының нәтижелері. Бұл турдың орталық матчы әрине Қайрат Ақтөбе арасындағы кездесу. Алматыда өткен бұл кездесудегі жалғыз шешуші голды салған Дастан Сатпаев болды. Ол әдеттегідей өзінің жылдамдығы мен жасаған прессингінің арқасында гол сала білді. Үшінші турда матчтарын Түркістанда өткізіп жатқан Ақтөбе командасы тағы да жеңіліске ұшырады. Бұл жол ақтөбеліктердің жолын бөгеген семейлік Елімай командасы болды. Астана аренада Тобылды қабылдаған елордалық команда 3 ұпайға қол жеткізді. Ал алматылық Қайрат көршілес Жетісумен тең ойнады. Енді назарларыңызға алғашқы 3 тур ойындарынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің басында 7 ұпайдан жинаған 4 команда келеді. Астана, Шымкенттік Ордабасы, Көкшетаулық Оқжетпес және Алматылық Қайрат. Ал кесте соңына 1 ұпай иемденген Ақтаулық Каспий мен Қостанайлық Тобыл командалары орналасты. Сұрмергендер тізімін әзірге 2 голдан салған 4 ойыншы бастап тұр. Осымен футболдан 2026 жылғы Қазақстан чемпионатының алғашқы 3 тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. Чемпионаттың келесі 4-ші тур ойындары 4-ші және 5-ші сәуір күндеріне жоспарланған. Оған дейін 25 наурыз күні Астана аренада футболдан Қазақстан құрама командамыз африкалық Намибия құрама командасын қабылдайды. Талғат Байсуфинов баптайтын біздің жігіттерге сәттілік тілейміз. Ойындары үйлесіп, өрге жүзсін. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.